Өмірім дұрыс болсын десең, дұрыс өмір сүру салтын қалыптастыру керек. Сондықтан 100 рет естігенше, 100 рет айтқанша 1 рет көрсін деп, мына біздің жігіттер таңертеңнен бастап біздің үйде қалай дұрыс өмір сүруін қалыптастыру керек жайлы сіздерге осы роликте түсіріп жатыр. Дұрыс өмір сүруді тек қана ойлап армандамай істей бастау керек екенін қалыптастырғаныма біраз жылдар болды. Таңертең күн сайын сағат 5-те тұрамын, тұра сап, жуынып, жайынып алғаннан кейін міндетті түрде су ішемін бір. Комната температурасымен тұрған, шыны ыдыста тұрған суды ішемін. 0,5-пен құйған, осыны түгелге жуық. Су ішіп болғаннан кейін 15-20 минуттан кейін міндетті түрде бір алма жеп алсаңыз өте жақсы таңертең. Тамақтан бұрын, тамақпен бірге тамақтан кейін алма жемеу керек. Мүмкіншілік болса мынандай смузи деген жасалатын, бұның ішінде алма, алмұрт, банан, құрма, түрлі пайдалы заттар бар. Осыны бір арнайы аппарат бар, соның ішін айналдырып жіберіп, күнде бір стақан ішіп отырсаңыз, қажетті витаминдердің бәрін аласыз. Соны таңертең адам демалып тұрған адамның миы жақсы жұмыс істейді. Сондықтан таңертең ең күрделі ой күшін талап ететін жұмысты таңертең істеп тастау керек. Содан кейін күніне 1 сағат кемінде спортқа көңіл бөлгеніңіз өте дұрыс. Мен аптаның 7 күні бойы күн сайын спортпен айналысам. Дүйсенбі, сәрсенбі фитнес, сейсенбі, бейсенбі күндері бассейн, жұма күндері жүгірем, сенбі күні волейбол ойнаймыз, ал жексенбі күні тауға барамын. Осы салтты ұстану арқылы денсаулығың да мықты және жұмысыңда керемет өнімді болады. Сіздермен соны бөлісейін деп отырмын. Мына йога тақтай дейді. Күніне бір 10 минут осы шегеге жалаң аяқ тұратын болсаңыз, ол жарты сағат, 1 сағат жүгірудің орнына алмастырылады, керемет күш қуат береді және денсаулығыңызға әсері керемет. Адамның табанында 70 мыңнан астам биологиялық белсенді нүктелер бар. Соларды ояту арқылы сіздің бүкіл ағзаңыздағы өкпеңіз, бүйрегіңіз, жүрегіңіз, көзіңіз бәрін емдеуге керемет көмегі тиеді. Алып пайдаланып жүріңіздер. Әрине, спортпен айналысу, білім алу үлкен қажыр, үлкен күш талап етеді. Оны істей қою оңай емес. Оны істеу үшін адамда үлкен ішкі қуаты, мотивациясы болу керек та. Ол үшін адам тек қана ойлап қоймай, оны не үшін істеп жатқанын, сонда қандай бір жақсы жетістікке жететінін жазып қою керек. Лажы болса, бір көрнекті құралмен суретін салып қою керек. Сондықтан күн сайын өзімді спортқа тәрбиелеп, біраз күш шығару үшін мен 70 жаста осындай денем болса екен деп мына фотошоппен досын жасатып қойдым. Сол үшін тырысып жатырмын. Өйткені мен 70-80-90 жасымда денім сау болып, жастармен бірге тауға шығып, өзімнің немерелеріммен, шөберлеріммен тауға шығып, ауырмай, дәрі іздемей жүргенімді қалаймын. Ол үшін еңбектену керек. Ал еңбекке шығаратын мотивация, алдағы тартып тұратын арман. Осыны үйреніп, алдыңызда қандай арман қойдыңыз, қандай үйіңіз, қандай көлігіңіз, қандай денеңіз болғыңыз келеді, соны суретке салып, үнемі көріп жүрген адамға керемет мотивация береді, күш қуат береді. Содан кейін таңертеңгі істелетін ең маңызды, ең бірінші кезекте істелетін жұмыс мына календарға кіріп уақытты жоспарлап тастау. Таңертең кемінде бір 10 минут уақытты жоспарлайтын болсаңыз, еңбек өнімділігіңіз кемінде бір 2 есе 3 есе артады. Мына аптаны жоспарлау керек, одан кейін таңертең тұрып алғаннан кейін күнді жоспарлау керек. Бүгін күні мысалы қай сағатта не істейсің? Мысалы менікі мына қызылмен жасалып тұрған нәрсе, боялып тұрғандар, олар міндетті түрде істелу керек. Жасылмен істейтін боялып тұрған нәрселер шұғыл емес, бірақ өте маңызды. Оны да істеу керек. Сондықтан мен бүгін күнімді түгел сағаттап жоспарлап тастадым. Таңғы асты өзің же, түскі аспен досыңмен бөліс, ал кешкі асты жауыңа бер деген бір нақыл сөз бар. Сондықтан таңғы асты өзіміз жеуіміз керек. Және қандай тамақ жеу керек? Және оны қалай жеу керек? Сол жайлы айтып кетейін. Таңғы аста түрлі сұлыдан, гречкадан, түрлі кашаларды жеген өте жақсы, өте дұрыс. Енді көбінесе біз оны тіліміз, тәбетіміз үйреніп қалмаған, нәпсіміз анша дәмсіз деп жегіміз келмейді. Сондықтан оны
мыйды алдау керек та, дәмдендіру керек. Түрлі нәрселерді қосса болады, мысалы құрманы бөліп қосып жіберу керек. Содан мынау асқабақтың дәнін алып қосып жіберсе болады. Содан кейін жаңғақты алып, кішкене мен жаңғақты алып шағамды, жаңғақты алып осылай үгітіп кашаға қосып жіберемін. Сол кезде кашаның дәмі әлдеқайда жақсы болады. Болмаса бір варенье қосады, варенье қосып жіберуге болады. Мен өзім варенье кейде қосам, кейде бал қосам. Содан кейін суды жарты сағат бұрын ішіп аласыз. Сағат мысалы мен 6-ларда су ішіп аламын, содан кейін 7-ге тамақ отырамын. Содан кейін басты мәселе кемінде 20-30 рет шайнау керек. Мына сілекеймен араластырып жұтқан кезде асқазандағы асқазан сөлі бөлініп, өттің сөліне бөлінген кезде оны қорыту әлдеқайда жеңіл болады. Мүлде сіз асқазаныңызда бір ауырлық сезінбейтін боласыз. Шайнап тұрып, жақсылап қою тамақты ішу керек, ал сұйық тамақты жеу керек деген нақыл сөз бар. Қою тамақты сұйық болғанша шайнайсыз, асықпай жұтасыз. Сонда ол жақсы қорытылатын болады, оған күш қуатыңыз кетпейді. Соң тамақ ішіп болғаннан кейін барып, 2 сағаттан кейін ғана не шай, не су ішу керек. Тамақпен бірге шай ішкен, су ішкен мүлде қат екен. Осыны мен өзім тәжірибе жасап көрдім. Өйткені біз бұнан бір қоймалжың бір затқа айналдырып аламыз, асқазанға түсіріп, оның қорытылуы 10 есе қиын болады. Осы тәжірибені өзіңіз жасап көрсеңіз, ағзаңыз сізге рахметін айтады.